Құрметті достар, бүгін сіздерге копилканы қалай тесу керектігін айтатын боламын. Копилкаларды сразу қалыптан шешіп алғаннан кейін тесесіздер. Кепкен кезде тесуге болмайды, сындырып аласыздар. Қалыптан сразу шешіп аласыздар, ылғал болып тұрады. Содан кейін тесесіздер. Қараңыздар. Артық жерлері болса, осылай пышақтың көмегімен, артық жерлерін қолдың көмегімен осылай алып тастайсыздар. Ешқандай ештеңе қылмайды, жаймендеп қырып алып тастайтын боласыздар. Жұмсақ кезінде әрине. Одан кейін міне қараңыздар, жақсылап алып тастайсыздар. Қараңыздар, ары бері көріңіздер. Төбелерін қолмен алатын жерлерін қолмен алып тастайсыздар міндетті түрде. Осылай канцелярский ножды пайдаланыңыздар. Ал енді қараңыздар, біз копилкамызды қалай тесеміз? Осылай столдың үстіне қойып қаттырақ ұстайсыздар, я болмаса аяқтарыңызбен қысып отырып, қолдарыңызбен қысып отырасыздар. Осылай бір сызық сызып аласыздар. Сізге қандай тиын салуға болады, сондай қылып тесіп осылай қырып аласыздар да. Жаймен тура сондай сызықпен жаңағы орталарын сызып шығатын боласыздар. Осылай сызып шығатын боласыздар. Көрдіңіздер ме? Себебі пышақты сразу резко кіргізіп, пышақты тартып алмаңыздар. Тесетін жерлеріңіз сіздердің сынып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай қырып не қылсаңыздар, өзі жаймен тесіліп басталады. Көрдіңіздер, жаймен осылай қырасыздар. Мінекей, өзі жаңағындай тесуге жақын болып, өзі көрдіңіздер, пышақ кірді демек, ары қарай қырып тазалаймыз деген сөз. Пышақ кіргеннен кейін осылай жаймендеп шет-шеттерін қыра береміз. Өзі жаңағы тиын салғыш өзі дайын болып шыға береді. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай шетімен пышақтың ұшын аласыздар да осылай жаймен қырып бастайсыздар. Осылай біздің тиын салғышымыз мінекей дайын болады. Ешқандай қорқынышты емес, бірақ пышақты абайлап қолданғандарыңыз жөн болады. Мінекей осылай қырасыздар ғой. Қатты күш салмаңыздар бұған, өйткені бұл жұмсақ болып тұр ғой, сындырып алу қаупі бар. Жаңағы копилканың именно тиын салысатын жері опырылып түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін жақсылап жаймен аккуратно жасайсыздар. Ал енді сіздерге келесі кезекте пингвинді тесуді көрсетейін. Пингвиннің арқасы өзі осындай. Мен өткені қалыпты тескен болатынмын. Енді қараңыздар, осылай артық жерлерін жаймен қырып алып тастайсыздар да. Мінекей, жаймен қырып алып тастайсыздар да. Жаймен пышақтың ұшымен сыза бересіздер. Өзі ары қарай тесік шығатындай, өзі пышақ кіретіндей дайын болады. Ана көріңіздер, резко пышақ кірді. Міне жаймендеп енді пышақтың ұшымен қырып ала беретін боласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, вот. Жаймен осылай қыра бересіздер. Мінекей. Сонымен біздің копилка тесу сабағымыз осымен тәмам аяқталады. Қолдарыңызды абайлап пайдаланыңыздар. Осылай қырасыздар барлығын. Жұмсақ кезде қалыптан шешіп болғаннан кейін, кепкен кезде тесемін деп ойламаңыздар. Осылай тесесіздер де тиын салғышын жасайтын боласыздар. Вот енді біздің осындай тиын салғышымыз дайын болды. Мінекей, сіздерге өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей, осылай дайын болды. Сау болыңыздар.